Тойға бір жыл бойы дайындалдық. Абай Бегейдің су жаңа құдағиы халыққа үндеу жасады. 16 жастағы қызы тұрмысқа шыққан танымал әнші. Абай Бегейдің қызы ел аузында әлі талқыланып жатыр. Жас келіннің су жаңа енесі халыққа үндеу жасап, дауды тоқтатуды сұрады. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Айта кетейік, қызды алып қашып кеткеннен кейін әкесі рұқсат бермегесін сырға салып алып кеткен еді. Біздің келініміз болашақ тіс дәрігері, сол мамандыққа түсті. 1 қыркүйектен бастап оқуына балам екеуі кетеді. Мен оларды ұстамаймын. Алматы қаласында тұрады. Оқуларына ештеңе кедергі болмайды. Халық сымбатты әлі жас, келін болуға дайын емес деп жатыр. Мен өзім бәрін басынан бастап үйретемін. Өзім де тіс дәрігері болғандықтан сабағына да көмектесемін. Алматыға өзім де еріп барамын. Сіздер ол үшін қиналмаңыздар. Келінімді қызымнан артық көрмесем, кем көрмеймін. Бұл тойды 1 жылдан бері күттік. Қатты дайындалдық. Артық сөз, өсек әңгіме керек емес, деп жазды өнер иесінің құдағиы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Абай Бегейдің 16 жастағы қызының тұрмысқа шығуы қоғамда үлкен пікірталас тудырғаны рас. Бірі қыз бала үшін бұл тым ерте десе, енді бірі ата-баба дәстүрі деп қолдап жатыр. Осындай кезде келіннің енесінің үндеуі мәселені сабырға шақырған аналық сөз деп бағалауымыз, қабылдауымыз керек шығар. Келіннің болашақ тіс дәрігері екені, оқуының жалғасатыны, енесінің оны қызынан кем көрмей, қолдау көрсетуге дайын екені, жауапкершілікті сезінетін жанұяның белгісі. Бұл үлкен жұрт алдында уәде беру, қыздың арманын тоқтатпай, келін етіп қана қоймай, мамандық иесі болуға мүмкіндік беру құптарлық ниет. Десе де, қоғамның алаңдауы да орынды. 16 жас әлі қалыптасу, өсу кезеңі. Әлеуметтік психологиялық тұрғыдан бұл әрине үлкен сынақ екені айтпаса да түсінікті. Сондықтан халық бұл жағдайда немқұрайлы қарамай пікір білдіріп жатқаны жастардың болашағына деген алаңдаушылық. Ең бастысы махаббат пен келісім болса, 2 жас бақытты болсын, бірақ бұл жағдай өзгелерге үлгі болмай, ерте үйлену норма деген түсінікке айналып кетпесе екен дейміз. Сіздер жалпы қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Қыз баланың тәрбиесі ғана емес, әрине, уақытылы дамуы мен білім алуы да маңызды екенін әрқашанда ұмытпауымыз керек.